Сәлем менің құрметті оқырмандарым, мен бүгін сіздермен екі ғана заттан дайындалатын қызыл ірімшіктің қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазанымызға 3 литр сүтімізді құйып аламыз. Кішкене қайнауға 1-2 минут қалған кезінде үстінен айранымызды құятын боламыз. 3 литр сүтке, яғни 300 грамм айран құямыз. Егер 4 литр, 5 литр болса, тағы да 100 граммнан қосып отырамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және қайнауын күтетін боламыз. Сүтіміз қайнаған кезде осылай іритін болады, достар. Жақсылап араластырып, бетін жауып, жай отта 3 сағатқа қалдыратын боламыз. Осылай творог секілді сары суы бөлініп шыға бастайды. Бетін жауып қоямыз. Және осылай 3 сағаттан соң қарасаңыздар, сарғайып шығады. Өзіңізге ұнағанша құмшекер салсаңыздар болады, достар. Құмшекерімізді салғаннан соң бетін жауып 20 минутқа қайнатамыз. Бізде 20 минут өтті, достар. Енді сүзіп алатын боламыз. Осылай сеткалы ыдысқа сүзіп алу керек. Мен бұл жерде мультиварканың сеткісін пайдаландым. Сіздер марлыға орап жасасаңыздар да болады. Келесі барлығын ортаға жинап аламыз және үстінен осылай тарелкамызбен бастырып, үстінен ауыр затты қоюымыз қажет. Және осылай 2 сағатқа қалдырамыз салқын жерде. Бізде 2 сағат өтті, достар, қараңыздар. Өзінің формасын ұстап тұр, дәмі сондай керемет болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.